сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен бірге мандарин туралы ақпарат білетін боламыз. Күн салқындағанда мандариннің қаптайтын уақыты. Мерекелік дастарханда міндетті түрде мандарин тұрады. Ендеше тоқсары түсті цитрус дәмді жемістің пайдалы қасиеттерін қарастырып көрейік. Цитрустар тұқымдасына жататын мәңгі жасыл аласа ағаш. Ерте замандарда Қытайдағы бай ауқатты адамдарға мандарин деген лауазым берілген екен. Құрамында А, В, Е дәрумендеріне қоса кальций, калий, магний, натрий, темір, бром және фосфор минералдары бар. Мандарин қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Астма мен бронхиттің бірден-бір емі. Таңертең бір стакан мандарин шырынын ішіп тұрсаңыз, өкпеңізді тазартады. Шөлді жақсы қандырады. Жөтелге қарсы пайдалы. Мандарин қабығынан тәбет ашу және ас қорыту үшін дәрілер жасалынады. Мандарин қанды тазалайды, жүйкені тыныштандырады. Кешкі астан кейін 1-2 дана желінсе ұйқысыздық ауруына пайдалы. Холестеринді және жоғарғы қан қысымын түсіруге көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Тері және тырнақ жараларын емдейді. Микробтарды жойып, асқазанды жұқпалы аурулардан сақтайды. Бір мандаринде шамамен 2 ас қасық қант бар. Кішкентай қызғылт сары жеміс С дәруменінің көзі. Мандариннің қабығында эфир майы, органикалық қышқыл, каротин, С дәрумені бар. Мандариннің шырынын молынан ішсе, құрт ауруларының алдын алуға мүмкіндік бар. Майы жүкті әйелдердің терісінің қатты керілуіне жол бермейді. Мандариннің эфир майы бұлшық етке түскен салмақ пен шаршауды басады. Мандариннің пайдасымен қатар зияны да бар. Мандаринді шектен тыс қолданған жағдайда аллергиялық аурулар туындауы мүмкін. Ақпаратым ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.